Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте пайдалы, әрі жеңіл, кереметтей бауырдан торт әзірлейміз. Тортымыздың жасалу жолы да өте оңай, әрі дастарханымыздың сәнін келтіреді. Дәмі де ерекше әрі дәмді. Тортымыздың ортасы осылай болып дайындалады. Блини сияқты қылып пісіріп аламыз бауырдан тортымызды. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен бауырымызды алып, жақсылап жуып, ортасынан бөліп, бетіндегі пленкаларын және шандырларын барлығын алып, тап-таза етіп тазалап аламыз бауырымызды. Құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай бауырлардың барлығын тазалап, дайындап алдым. Біркелкі әдемі болды. Бауырымызды турап дайындап аламыз. Миксеркімізден салып өткізіп аламыз. Миксеркімен өткізсеңіздер сәл іртіктеу болып тұрады бауырымыз, блиніміз. Біркелкі болған қаласаңыздар, блендерден өткізіп алыңыздар. Қараңыздар, сәл іртіктеу болып тұр. Мен осындай блендерге салып, бауыр қою болғандықтан үстінен сүтімді бірден құйып, екеуін бірге блендерлеп алдым. Блендерлеріңіз болса, бірден блендерлеп алыңыздар. Біркелкі әдемі болып шығады тортымыз. Дәмі мүлдем өзгермейді. Миксеркілеріңіз болса, тек миксеркіден де өткізсеңіздер болады. Осылай блендерлеп алып, ыдысымызға құйып, сұйық әдемі болып шықты. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұршымызды, ұнымызды, сұйық майымызды құйып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырыңыздар, іртік болып қалмасын. Тура блинидің тестасы сияқты болады. Осылай жақсылап араластырып, дайындап алдым. Тестамыз дайын. Сұйық әдемі болған сковородкамызды қыздыруға қоямыз. Четкамызбен май жағып, көп майламаңыздар. Осылай бір ожаудан құйып, блини сияқты екі бетін аудара отыра қып-қызыл қылып пісіріп аламыз. Осылай пісіріп алдым. Екіншісін құйып, екінші бетіне аударамыз. 3-4 блини сайын мен четкамызбен майлап тұрдым. Өздеріңіз қарайсыздар сковородкаларыңызға қарай. Осылай барлығын пісіріп, дайындап алдым. Блини қып. Енді начинкасын дайындаймыз. Екі түрлі начинка болады. Біреуінде сәбізіміз бен пиязымызды қуырып аламыз. Майымызды құйып, үстіне бір үлкен пиязымызды 4-5 етіп турап, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне бір үлкен сәбізімді теркадан өткізіп, екеуін бірге жақсылап араластыра отыра қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Қара бұрыш. Мен дәмі өте дәмді болған қалап паприкада қосып жердім. Паприка қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Жақсылап қуырып, дайындап алдық. Начинкамыз дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Дайындап алған блиніміз, қараңыздар, жоға әдемі болып шыққан. Бөлек қойып қойып, начинкамыз сәбізбен бөлек қоямыз. Және чеснокпен майонез араластырып, осы екі түрлі начинка болады. Жақсылап араластырып аламыз. Енді жақсылап араластырып алғасын тортымызды жинаймыз. Астына сәл майонезді жағып, блинімізді қойып, үстіне жақсылап чеснокпен начинкамызды жағып шығамыз. Жақсылап жағып алып, көп емес, аз емес, орташа ғып жағыңыздар. Блинімізді қойып, сосын енді екінші начинкамызды саламыз. Осылай кезек-кезегімен үстіне блинімізді қойып, майонезбен начинкамызды осылай кезек-кезегімен тортымызды жинаймыз. Көп емес, аз емес,
орташа қылып салыңыздар. Осылай барлығын жинап, тортымызды дайындап алдық. Қараңыздар, қандай әдемі болған. 1 сағатқа холодильникке қойып қойдым. 1 сағаттан кейін алып, қалған начинкамызды чеснокпен жанына, үстіне барлығына жағып, осылай укроппен сәндедім. Сәндеу жағы өз қалауларыңызда. Жұмыртқамен сәндесеңіздер болады. Осылай ортасына помидорды қойып, сәндедім. Осымен кереметтей бауырдан тортымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық жанға ұнайды. Жасалу жолы да өте оңай. Сіздерге кесіп көрсетіп жатырмын ортасын. Жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қараңыздар, қандай әдемі болып шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Қош сау болыңыздар.